Ассалаумағалейкум, құрметті студенттер. Мінекей кезектегі сіздермен бірге ашық сабақ өтуіміз керек. Ашық сабағымыздың темасы міне экранда көріп тұрсыздар. Ғаресіз Өзбекстанда білімдендіру системасы, ғаресіздік жылдарында педагогикалық пікірлердің рауаждануы. Так, міне жобасы. Жобасындағы үш сұраудан ibaret. Біріншісі білімдендіру тарауындағы реформалар, модернизациялау һәм интеграцияласу процестері. Екінші үздіксіз білімдендіру системасының орны һәм ахметі. Үшінші келешекте білімдендіруді жаңа басқышқа көтеру мәселелері. Так, барлығы сол теманың, ғаресіздік жылдарындағы теманың мазмұнын қамтып алуға әрекет етілгенде жоба бойынша. Енді әрбір теманың нерған кезде өз пайдаланған әдебиетлар ұсыныс етіледі. Енді ғаресіздік жылы болғаннан кейін бірінші кезекте ғаресіздік жылдарында соңғы жылдары, енді ғаресіздіктен кейін білімдендіру тарауына тиісті бұл есап саны жоқ фарман қарарлардың қабыл қылынуының. Бірінші президентіміз тарапынан басталған болса, қазіргі уақытта президентіміз Мирзаев тарапынан тәлім тарауына тиісті тәлім жүдә актуальный мәселе болғандығы себепті бірнеше фарман һәм қарарлар, оннан басқа министрлер кабинетінің, оннан басқа білімдендіру министрлігінің қабыл қылған, олардың һәммесін ол әдебиетқа сыйдырудың ілажы жоқ. Бұл мүмкін емес та. Соның үшін ең тикарлы қаймақ жерлерін неге жайластырып қойыппыз. Міне бірінші мінекей 2022-2026 жылдарда бұны біздер алдыңғы бір өткен семестрде бір не өттік, мына халықаралық бақылау бойынша ашық сабақ өттік. Сол аптада қысқа айтып өттік. Енді алдыңғы темалармен байланысты себебі ең тикарлы мәселелерді мен Өзбекстанның рауаждану стратегиясы хақындағы президентіміздің 2022 жыл 28 январдағы 60 санды фарманы бар. Сонда да неді? Енді мінекей Өзбекстан ең тикарлыда 2030 стратегия хақындағы 158 стал. Стратегияны білеміз. Бұл тек педагог емес, басқа пәндерді де айтылып отырған шығар. Себебі стратегияда президентіміздің көп мәселелер көтеріп қойыпты. Мемлекеттегі ең тикарлы тарауларды, соның ішінде білімдендіру тарауын қайтып рауаждандыруымыз керек. Білімдендіру тарауымыз бүгінгі күнде қандай машқалалар ұшыраспақта, солар хақында сөз етілгенде. Кейін мен Өзбекстан Республикасының тәлім хақындағы нызамы бар, білімдендіру хақындағы нызамы 2020 жыл 23 сентябрьде қабыл қылынған. Оны сіздер білесіздер, өткен 97 жылы 29 августта Олий Мәжілістің 9 сессиясында қабыл қылынған білімдендіру нызамынан 2 есе статьялары көп. Һәм бүгінгі ең тикарлы мәселелер қамтып алынғанда, енді өзі білімдендіру хақындағы барлық фармаларда көрсетіп өтілген мектепке шекемді, ұлыма орта білім, профессионал бойынша енді бәрін кіргізудің имканияты болмады. Олий тәлім системасын рауаждандыру бойынша нелер бойынша білімдендірудің барлық басқыштар бойынша өз концепциялар қабыл қылынған. 2030 жылға шекемді рауаждандыру концепциялары. Қайтып рауаждандырамыз, қандай машқалалар бар алдымызда тұрған, қандай қылып интеграция қыламыз, қандай қылып модернизация қыламыз, сол мәселелер. Себебі әр қандай өзі мемлекеттің бүгінгі білімдендіру тарауына, әсіресе мен айтып өттік қой, Өзбекстан жастар мемлекеті, жастардың ілми потенциалдан пайдалануымыз керек. Онысы біздер бүгінгі социалдық қиыншылықтардан шыға алмаймыз. Жаңа газ жетпей жатып, тоқ жетпей жатып, басқа проблемалар, инфляция, экономика барлығы айланып келгенде неге тақалады? Айланып келгенде мемлекеттің экономикасына барып тақалады. Экономиканың рауажданудың драйвері не зат? Экономиканың рауажданудың драйвері бұл білімдендіру, басқа еш нәрсе емес. Білімдендіруіміз артта қалады екен, еш уақытта жақсы жасамаймыз. Өзімізді алдап жүре береміз. Соның үшін да бұл формалар бекарға қабыл қылынбаған. Һәммесі білімдендіруде рауажданған мемлекеттер қатарына алып шығу, Европа, Азия мемлекеттерінің рауажданған мемлекеттер қатарына алып шығу. Енді солардың бүгінгі күн нелерді үйреніп жатырмыз? Міне, ең тикарлы мәселе жаңа тәрбиелеу. Әр тәрбиеде интеллектуал рауажданған
мына бүгінгі конкуренцияға шыдам бере алатұғын базар ғой, базар, былайша айтқанда базар. Білемедім, мына пединститут айтамыз, пединститут товар істеп шығарып жатыр. Товар, былайша базар экономикасына ал тілімен айтатын болғанымызда товар шығарып жатыр. Товардың өтімділік дәрежесі қандай? Базарда товарға ұсыныс талап бар ма? Сол товар конкуренцияға түскен кезде жауап бере ала ма, бере алмай ма деген заң, былайша айтқанда, ақуай тілмен айтқанда да. Соның ішінде өзі базарда ұсыныс талап болмаса, мәселен конкуренцияға шығарып жатқан конкуренцияға жауап бермесе, өзі ол тәлімнің сипаты төмен дегенді білдіреді да. Соның ішінде міне айтып отырсыз, мәселен Гарвард университеті қазір дүние жүзінде бірінші рейтингте бірінші орында тұратын болса, талап күші, тіккеріп жатқан қанекелеріне талап күші. Барлық нәреге жауап беретін дәрежеде да Гарвард университеті. Мәселен, Гарвард университетінде мұғалімдерге айлық төлеудің мұлынма ондай несі жоқ. Бірінші кезекте студенттер шығарып береді айлықты. Студенттер мұғалімнің білім дәрежесін айлығын бақылап береді да. Рейтинг, har айда мұғалімнің рейтингі шығады. Еркін, свободный посещение. Студент мұғалім таңдап алады. Мәселен, мен мына мұғалім сабағына кірсем, кірмеймін, кірмесем, кірмеймін. Себебі қызығатын ең өзінің нелерін таңдап алады да, и сол мұғалімдердің жыл, мәселен, айда рейтингі шығады. Ол мәселен біздерде бірдей айлық төленіп отыратын, жаңа профессорға пәлен, доцентке төлен, ілім кандидатына төлен деген мемлекет тарапынан берілген қатты айлық жоқ. Ол мәселен рейтингің төмен түсіп кетсе, төмен айлық алуға мәжбүр боласың. Рейтингің жоғары болса, 2 есе 3 есе жоғары айлық аласың. Бұл неменен? Мұғалімдердің білімін бақылау критериясы басқаша да. Мәселен, сабақ өткен сабақ өтпеген бірдей айлық берген, бірдей айлық ала береді. Мотивация жоқ мұғалімдерде. Енді мектептің мұғалімдері сол мотивациялар пайда ету үшін не қойды? Оларға жаңағыдай категориялар дейміз қойды. Категория өзінің үстінде. Бірақ біздерде ілimi дәреже менен бөлінеді, oli тәлімде. Бұл немен байланысты да. Демек, мінекей, біріншіден мемлекетіміздегі демократияластыру бұқаралық және түзуде тәлім-тәрбиені түптен реформалау зәрулігі. Себебі ғаресіздікке 91 жыл еріскенімізден кейін мемлекетіміз алдында бұрынғы СССР идеологиясы, коммунистік идеологиядан ұлыма басқаша болған тәлім системасын жария ету, мемлекетке енгізу ең текарлы талаптардың бірі болып белгіленді. Бұрынғы СССР дәуірінен ұлыма басқаша болған. Соның үшінде жаңағы 11 жылдық деген, бұрын 10 жылдық болатын болса, мектептер 11 жылдыққа айландырылды. Ұлыма үлкен өзгерістер болды ғаресіздіктен кейін. Сонымен біргелікте ғаресіздіктен кейін енді әрбір мемлекетте енді бірінші ғаресіздікке еріскеннен кейін мынандай не болады да, міне бұрын мәселен біздер коммунистік идеологияда жасайтын болсақ, коммунистік идеология ыдырады. Туады 91 жыл. Енді біздер базар экономикасына тикарланған жаңа жәмиет құрып жатырмыз. Бір идеологиядан екінші тәрбие орындары бар. Біріншіден экономикалық қиыншылықтар, социалдық қиыншылықтар, тәлім-тәрбиеге, білім-беруге өзінің зиянын тигізбеді деп айта алмаймыз. Мектептеріміз, детсадларымыз қарабақана ауқалына түсіп қалды ғаресіздіктің дәстекті жылдары. Бірақ мемлекетіміз әсте ақырын соларды неғылуға, орын толтыруға әрекет етіп басылады. Сөйтіп қазіргі уақытта көз тимесі, мінекей әммесі орын-орнына түсіп, бірақ енді әмме нәрсе айдай ешқандай кемшілігіміз жоқ. Білімдендіру тарауда деп айта алмаймыз. Білімдендіру себебі үлкен тарау болып есептелінеді, одан өзіне жараса кемшіліктері бар. Екіншіден, глобалдасу дәуірінде оқытушының педагогикалық процестегі тикару вазифалары өзгереді. Глобалдасу. Мұғалімге оқу тәрбиені басқару, вазифа қою, үйрету, жәрдем беру, һәм қолдап қуатлау, мәслихат беру, бақылау, талап қылу, көрсетпе беру. Яғни қазіргі білімдендірудің ең тикарлы нәрсесі бірінші кезекте креатив пікірлей алатын балаларды қалыптастыру да. Креатив пікірлей алатын. Бір мынандай догма қатып қалған, еш пікірлеуге ие болмайтұғын тек ярлауға тикарланған тәлімнен қашуды, қазіргі уақытта ұзақласуды ең тикарлы мәселе болып қойыпты.
емін-еркін креатив пікірлейтұғын, дөретушілік пікірлейтұғын. Айтып өттік қой оны. Себебі дөретушілік пікірлейтұғын нені қалыптастыра алмасақ, біздерде ешқандай ойлап табылушылық деген нәрсе болмайды. Соның бұның біздер неде халықаралық бақылауды неғығанда да айтып өттік. Себебі қазір біздерде ең текарлы кемшіліктеріміздің бірі тек тайын затты ядлауға текарланған тәлім системасы болып келген да, СССР-дің уақытында да тек тайын затты ядлау. И соны ядлап жауап беру. Бұлайша креативті пікір жүргізу қиын. Қазір содан шыға алмайатырмыз, креатив пікірлейтұғын. Бір мәселенің оң шешімін айта алатығындай дәрежедегі креатив пікірлей алатын кадрлар даярлап шығару керек болады қазір. Сол Европаның басқа мемлекеттерінің рауажанылған сол, олар креатив пікірлей алады. Әр түрлі ракурстан қарай алады, бір машқалаға әр түрлі көзқарастан қарай алады. Еместірген уақытында да балаларға тәлім тәрбие процестерін алып барған уақытында бірінші кезекте сол емін еркін сөйлей алатұғын, пікірлей алатұғын балаларды тәрбиялау болып есептелінеді. Демек, мінекей har qanday mamlakatning ta'lim tarbiyasi birinchi кезекте bari xalqning milliy ma'naviy qadriyatlarına suyunadi. Milliy qadriyatlarimizga suyunamiz. Bizler жаңағы Европадағыдай qilib, жаңағы Европаның ta'lim несін көрген вақытта олар құлақларына жаңағыдай әр түрлі формада қалегенше кіру, құлақларына үлкен мына наушниклер отыру, ондай біздердің milliy ma'naviy qadriyatlarimizga сәйкес келмейді. Себебі оқытушы мен мұғалім ортасында мәлім бір нелер бар. Сақланатұғын, әмел қылынатұғын. Үшіншіден тәлім тәрбие процесіндегі өзгерістер оқушылар алдында да ахметлі вазифа қояды. Олар іздеу, керекті білімдерді өз бетінше іздеп табу, мағлұмат. Себебі қазіргі оқушылар бұрынғы оқушыларда емес. Мұғалім одан бірнеше есе алдында жүру керек. Себебі информация алу дерегі көп қазір оқушыларда. Студенттерде де сондай. Еш проблемасы жоқ. Баяғыдай бір кітапқа жабысып отырмайды. Қазір сразу тек интернетті ашсаң, мың сан информация шығарып береді. Демек, ол информацияларды оқушыдан алдын мұғалім таныс болып, соны талмай алу керек. Ол тек танысқанмен пайдасы жоқ, оның мазмұн мәнісіне түсінбесең. Мазмұн мәнісі не дей жақ ол информацияда? Мектепке барғаннан кейін айтады. Демек, бірінші қазіргі уақытта президентіміздің тармаған қарарларында көрсетіп жатқан ең тикарлы өзгерістердің бірі бұл мына құсуси деп айтамыз, жеке жоғары оқу орындарының, тек жоғары оқу орындары емес, басқа нелерінің ашылуы. Енді қазір біздерде де біріншісі ашылды ғой, Нұқыс инновациялық институты. Бірақ бұл мынандай не болу керек? Олар қазіргі уақытта жеке не болғанменен мас'улiyat шекленген жәмият деп айтылады да. Мас'улiyat жауапкершілігі шекленген жәмиеттің тикарлы мақсаты пұл табу болады. Демек, бұл жерде қазіргі уақыттағы жеке нелерменен неге түсу. Екінші мінеке қазіргі уақытта нелердің, жоғары оқу нелердің еркінлік беру мәселелері. Еркінлік беру. Сырт мемлекеттердің әңгімесінде айттым ғой, барлығы көпшілігі құсус жеке меншік есептелінеді. Ректордан вазирлік даярлайды біздерде. Оларда өздерінің ректордың өздері таңдайды. Еркінлік берілген да бұлай. Бірінші президентіміздің ең бірінші енді себебі İslam Karimov дәуірінде, бірінші президенттің İslam Karimov дәуірінен бастағанда негізі реформа. Әзірем давам етіп жатыр бұл реформа. Еш тоқтап қалған жоқ. Тәлім тарауында. Себебі айтып ғой, тәлім тарауы үлкен тарау бұл, океан былайша айтқанда. Океан. Егер сол тәлім тарауындағы вазифаларды біздер анық, хақиқи бақылап, кемшіліктерді анықтап, солардың шешу үстінде бас қатырмасақ, келешек әулет біздер қандай жасасақ, олар сондай жасауға мәжбүр болады.
Соның ұшында енді президентіміз бірінші 92 жылы Каримовтың 92 жыл бірінші мәрте білімдендіру hakkınдағы заң қабыл қылады. Коммунистік идеологиядан ұлыма басқаша болған. Кейін қысқа уақыттың ішінде бұл низамда қате кемшіліктердің бар екендігі анықталып, 97 жыл 29 августта және білімдендіру hakkınдағы низам кадрлар даярлау милли бағдарламасы қабыл қылынады. Онда да қате кемшіліктер келтіп, енді дәуір рауажданып атыпты. Сол дәуірлер, бүгінгі низамлар сол дәуірдің рауаждануына жауап бере алмағаннан кейін низамлардың өзгеруі табиғи нәрсе. Соның үшін 97 жыл қабыл қылынған нәрсе 2020 жылға келіп қайтадан өзгеріске ұшырады. Енді міне әсіресе білімдендіру тарауындағы ең үлкен өзгерістер бірінші президентіміз Каримов дәуірінде бұл колледждер деген нәрсе жоқ еді алдымызда, техникумдар еді. Әрбір аймақта колледждер ашылды. Мектептер 11 жылдыққа айландырылды. Жаңа оқу орындары ашылды, университет институттар ашылды. Бірақ дегенменен бұл не деді де, кейіннен мінекей Мирзаев президентіміз 2016 жылдан бастап білімдендіру тарауында қайтадан өзгерістерді тереңдестіру бойынша жұмыстар алып барады. Бұл өзінің шығармаларында да айтылып өтіледі. Критикалық анализ, қатаң тәртіп, ынтызам, жеке жауапкершілік, әрбір басшы іскерлігінің күнделікті қағидасы болу керек деген шығармасында. Енді көпшілік президентіміздің шығармаларында бірінші ол қандай шығып сөйлеген докладлары, баянатларында бірінші болып тұр саясат hakkında, экономика hakkında айтылмайды, бірінші көбінесе білімдендіру hakkında айтылады. Себебі білімдендіру ең тикарғы машқалар деп атырғанында сол болып есептелінеді да. Мінекей, бірінші ітібардан шетте қалған мектепке шекемге даярлық. Енді бұл президентіміз 2016 жыл мемлекет басына келген болса, 2016 жыл ең мектепке шекемге 3 жас, 7 жас аралығындағы 27% болғанда 27% қамтып алу дәрежесі. Оған да төмен болған. Қазір көрсеңіз 70-80%-ға жетті. 2030-ға келіп 100%-ға жеткен мәселелер қойылған. Мектепке шекемгі оқу орынлары, яғни детсатлар менен балаларды қамтып алуды 2030-ға келіп концепциясы бар. Сол концепция бойынша 2030-ға келіп 100%. Себебі ол фундаменті есептелінеді, білімдендірудің фундаменті есептелінеді. Сол детсаттан негізі креатив пікірлеу бар ма? Детсаттың балаларында жақсы рауажданған болады. Креатив пікірлеу. Мына суретсіз, мынандай десем, түрлі пікірлерді айтып береді ол. Бірақ мектепке барып, креатив пікірлеу сөнеді дейді. Себебі мектеп бір қалыпқа салып тастайды дейді балаларды. Ол 2007 жыл шыққан неде айтылады. Мектеп балаларымызды бір қалыпқа салып жатыр ма деген видео ролик шығады. Себебі мектепте былай отыруың керек. Доскелі былай тәртіплерін үйретеді, бір неге салып, бәрі жаңағыдай догмаға салуға әрекет етеді да балаларды. Соның ішінде мектепте балаларды емін-еркін рауаждандыру. Міне, екінші вазифа мектеп, лицей, колледждер, жоғары оқу орындарында үлкен өзгерістер жүз береді. Сыпат бойынша мектеп 11 енді бұрын 9 жылдық болатын болса, 2016 жылдан бастап бұл қайттан 11 жылдыққа айландырылады. Лицейлер 2 жылдыққа, колледждер 2 жылдыққа айландырылады. 3 жыл өмірін бейхуда жібермеу мақсатында. Жоғары оқу орындарында білім берудің сипатын көтеру бойынша да жоғары оқу орындарында үлкен өзгерістер істелінеді. Қазіргі уақытта мінекей жоғары оқу орындарының саны неше есеге көбейді. Жоғары оқу орындарында оқып жатқан студенттердің саны 1 миллионнан асып кетті қазіргі уақытта. Жылдан жылға көбейтіп жатыр. Себебі 50%-ға жеткені болманда 2030-ға келіп мектеп біткерушілердің жоғары оқу орындарына қамтып алуды 50%-ға жеткені. Вечернийлар ашылып жатырды, заушнийлар ашылып жатырды, ушнийлар ашылып жатырды, жоғары оқу орындар, частнийлар ашылып жатырды. Hammasымен қамтып алуды жоғары оқу орындарына. Себебі жәмиетте қанша жоғары оқу орнын біткерген жастар болып болса, басқаша көзқараста болады да. Бұл енді жоғары оқу орнын біткерген мен біткермегеннің farkı var емес па? Farkı бар.
басқаша көзқараста бақылайды көп нәрсені. Міне мектепке шекенге даярлық бар. Қазір мемлекетте 35 мыңнан асып кеткен. 35 мыңнан астам мектепке шекенге мекемелер ашылған. Ол қазір бірнеше частныйлар, бұрын частный жоқ еді. Частныйлар жоқ еді. Қазір мінекей частныйлар менен біргелікте мемлекеттік құсуси бақшалар, ондан кейін мобильный бақшалар, үй бақшалары барлығы ашылып көтеріліп жатыпты. Үшінші вазифа білім беру мекемелерінің ең дәстүрлі кәсіпөнер колледждерін. Енді кәсіпөнер колледждері бұл профессионалға кіреді. Профессионал тәлім да. Себебі профессионал тәлімнің не себеп? Профессионал тәлім бұл һәмме жоғары мағлұмат жаңағы институт университетте кіреді деген нәрсе емес. Барлық талабалардың, мына келушілердің, жастардың. Мәселен, ол кәсіп керек қой, кәсіптік кім істейді? Мына орта. Мәселен, рауажданған Европа мемлекеттерінің көпшілігінде кәсіп өнер рауажданған. Сол кәсіп өнерде дуал тәлім енгізіледі. Дуал тәлім сол кәсіп өнерден кіріп келген. Ең бірінші Германия мемлекетінде. Мәселен, Германияда машиностроение жақсы рауажданған болса, қазір брендлер бар ғой. Соларда жас колледжде алады балаларды. И ол бала алдын өзі шартнама түседі. Өзі барып шартнама түсіп, өзі оқиды. Мәселен, сол тәлім колледжде оқитын болсақ, 2 күн колледжде жүреді, 3 күн жұмыс істейтін карханасында жүреді. Сол дуал тәлім деген. Қазір біздерде жаңа 4+2 деген енгізілген сол. Себебі практиканы көрмеген студент ол өзінің мәселен алып отырған теориялық білімін әмелиятта сынап көрмеген, ол ешқандай нәтиже бермейді. Соның үшін де әсіресе ең істеп шығару рауажданып жатқан мемлекеттерде бірінші кезекте сол дуал тәлім деген енгізілгенде сол. Соның үшін біздердің қазір жаңағы 2020 жыл қабыл қылынған жаңа білім беру актындағы нысанымызда да дуал тәлім айрықша несі кіртілген. Дуал тәлім бұл. Енді бұл бірінші кезекте жаңағыдай нелермен. Төртінші, тек қана академиялық пәндерде емес, ал жоғары оқу орындарында ілімді рауаждандыру. Енді бұл жоғары оқу орындарының біздерде өзі жоғары оқу орындарының дүния рейтингілері шығады, һәм өзінің 3 несі бар. Дәрежесі бар жоғары оқу орындарының.